егер сіз қиыншылыққа ұшырап қарызға батсаңыз, онда мына дұғаны оқыңыз. Али радиаллаху айтады, пайғамбарымыз маған мынандай дұға үйретті дейді. Аллахумма акфини би халалика ан харамика ва агнини би фадлика амман сивак. Алла тағала, мені харамыңа ұрындырмай, адал еткен нәрсеңді маған жеткілікті ет. Әрі өз кеңшілігіңмен өзіңнен басқаға мені мұқтаж етпе деп кім дұға қылатын болса дейді пайғамбарымыз, оның қарызы таудың көлеміндей болса да Алла тағала оны өтейді дейді. Сондықтан да қиыншылыққа ұшырадыңыз ба, қарызға баттыңыз ба, Аллаға қолыңыз жайып жалбарыңыз. Алла уәдесінен айнымайды. لو تضيق الأرض نسكن